Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. 32-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы әліпби. Балалар, бірінші жаттығуға назар аударамыз. Оқы, мәтін бөліктерін орнына қой. Балалар, бұл жерде мәтін өрмекші, құмырсқа, қарлығаш деп аталады. Мәтіннің бөлігінің орны ауысып кеткен. Мен сол орны ауысқан мәтінді орнына қойып сендерге оқып беретін болам. Бұл жерде мәтін 2 бөліктен тұрады. Назар аударыңдар. Атасы 10 жасар баласымен далада келе жатты. Ол баласынан сұрады: "Анау өрмекші не істеп жүр?" "Өрмек тоқып жүр." "Анау құмырсқаны көремісің?" "Я, аузында нанның қоқымы бар." Ол жүгіріп барады. "Жоғары қара, аспанда не көрінеді?" "Жоғарыдан қарлығаш ұшып жүр. Аузында тістеген шөбі бар." Сонда атасы: "Осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сен де жұмыс жасауға әдеттен" деді. Жарайсыңдар, балалар. Осыны өте мұқият болыңдар. Атасы баласына не сұрады? Бала оған не деп жауап берді? Мәтін мазмұнын топта талқылаңдар. Екінші жаттығу. Жаңылпашты тыңдап жатқа жаз. Ұғымпаз бала болардан, ұғымсыз бала қалар шала. Үшінші жаттығу. Суреттерге қарап, әліпбидің қай кезде қолданылатынын айт. Өзің мысал келтір. Балалар, сөздерді әліпби ретімен жазып, оны мұғалімдеріңе тексертуді ұмытпаңдар. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.